Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен жұмсақ әрі дәмді, оңай дайындалатын карамельный пирогын пісіреміз. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқаны алып, үстіне қантымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Мен барлық ингредиенттердің құрамын осы видеоның астына описанияға жазып кетемін. Осылай араластырып болған соң, жұмсақ бөлме температурасындағы сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте ұнымызды алып, жарты шай қасық қамыр қосқыр салып, онымен бірге біріктіріп араластырып аламыз. Ұндарыңызды осындай електен өткізіп қосыңыздар. Және де ұнды артық көп қоспаңыздар, көп қоссаңыздар қамырларыңыз қатты болып қалады. Електен өткізіп, осылай қолмен біріктіріп, жұмсақ қамыр елейміз. Міне менде қамыр дайын болып қалды. Осы дайын қамырымызды қаптап, кемінде холодильникке 10-15 минутқа салып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Қаймағымыздың үстіне жұмыртқамызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Бөлек ыдыста қойылатылған сүтімізді алып, осылай шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Менде Три желания фирмасынікі. Сапалысын алсаңыздар өте жақсы. Енді осылай оны да қосып шығамыз. Барлығын біркелкі етіп, тағы да араластырып алыңыздар. Міне менде дайын болды. Осылай барлығы біркелкі болу керек. Енді дайын қамырымызды осылай формамызға орналастырып шығамыз. Қолымызбен біркелкі етіп, жан-жағына барлығын алып барамыз. Менде форманың диаметрі 24 диаметрлі, кез келген форманы алсаңыздар болады. Міне осылай қолмен біркелкі етіп жайып шықтым. Дайын болған қамырымызға осылай салмасын құямыз. Және де пирогымызды қызып тұрған пеште 170 градуста 35-40 минут көлемінде пісіреміз. Міне менде пісіп шықты. Дайын пирогымызды формасынан толықтай суытып бірақ босатамыз. Және кемінде 2 сағатқа холодильникке салып қойсаңыздар өте дәмді болып шығады. Және де менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.